Аса құрметті жерлестер, отандастар, күні кеше ғана бәріміз біздің елімізде желтоқсан айында президент сайлауы өтетінін естідік. Жалпы осы соңғы 30 жылда үйреніп қалдық әбден бізде биліктің атынан кезектен тыс сайлау сондай жерде өтетін. Ол сайлауда бір ай қалды ма, бір күн қалды ма, кім жеңіп шығатынын біз алдынан білетін болдық. Бірақ та ел өзгерді. Осы қаңтардан бастап ел өзгерді. Әлем өзгеріп жатыр. Соның бәрін еске ала отырып, менімше осы жолы, осы сайлауда біз биліктің сценарийынан бөлек өзіміздің күн тәртібімізді орнатуымыз керек. Біздің елімізде мен де алатын, сен тұр мен атайын деген басқа мықты азаматтар көп. Жоқ емес бар. Намысын нанға айырбастамайтын азаматтар бар. Елді басқара алатын азаматтар көп. Бірақ та соның ішінде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар бір азаматты өзіміз іріктеп сайлауға, бәйгеге қосуымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан осы бүгінгі менің үндеуім біздің елімізде мен де алатын азаматтарға арналады. Соның ішінде ерекше атап өткім келеді. Олар Ермұрат аға Бапи, Болат Абилов, Рысбек аға Сәрсенбаев, Мұхтар Тайжан, Марғұлан Сәрсенбай, Сергей Дуванов, Тоғжан Қожалы, Дина Елгезек қыздарымыз бар ішінде. Тағы да мен мұтып қалған қоғам белсенділері. Бәріміз бір ауыздан, бір жерде жиналып, талқылап, ұрысамыз ба, соғысамыз ба, бірақ та соның нәтижесінде бір адамды, бір азаматты біз осы сайлауға кандидат ретінде ұсынуымыз керек деп ойлаймын. Егер біз ойымыз бір жерден шықса, сонда сол біздің атаған азаматымыз сол президенттік сайлауды жеңіп шыға алады. Соған мен кәміл сенемін. Сондықтан құрметті ағайындар, жаңа аттар аталған ағайындар, ойланыңыздар. Жуық арада кездесіп, Алматы болсын, Астана болсын, Атырау болсын, кез келген қазақтың кең байтақ жерінде бір жаққа шығайық. Бір азаматты немесе азаматшаны Қазақстан Республиканың президент сайлауына үміткер ретінде таңдап ұсынайық. Егер бәріміз қолдасақ, сол азамат біздің елімізді жаңа жылдан басқарады. Соған кәміл сенемін. Сіздер де сеніңіздер. Алға Қазақстан!